бұл қарабаянды ұстап тұрып енді ата-анам туралы айтпай кетсем, әруақ алдында қиянат болар, ар алдында ұят болар. Осы кішкентай кезімде, 5-6 жасар кезім, әкем оқымаған музыкант, анам оқыған музыкант тұғын. Екеуі таңды таңғарып жарысады тұғын баян тартып. Сол 5-6 жасар кезімде анам айттым бірінші, көке апа деп өскенбіз ауылда. Әкемізден қорқатын ек, бірінші анамызға айтамыз ғой. Апа, баян үйретіңізші деген кезінде, балам әкеңнен үйрен, сұлықпен тартады. Ертең өзің ән айтсаң да, біреу сүйемелдесең де, сол оңай болады саған. Әкеңнен үйрене ғой деп жіберген. Сол әкеме барып, көкеу, баян үйретіңізші деп ем, әкем жарықтық өзі қасы, қалың, сұсты адам тұғын. Бетіме қарап тұрып, кет деп бір боқтаған мені. Бізден туған бала болсаң, өзің ақ тартасың, кет басым қатырмай деп. Содан өзімше ызаланып, түкпір тамға кіріп алып, мені ешкім жақсы көрмейді деп бір жылап алып, баян шиқылдатып, үлкен старт деген баян бар еді. Азанға дейін ақ көңілім деген әуен тауып алдым сол жерім ғана. Енді ағарманым қайда деп іздедім. Ағарманымды бір апта іздедік ау, зорға таптық сон. Енді сол кезде ойлайым, әкем бірден бұлай тарт дегенде мен үйренетін бедім, үйренбейтін бедім. Сол қаттылығы да негізі маған жігер берген сияқты. Әке балаға сыншы дейді ғой қазақта. Менің әкем бірақ сөйлер ереді, рухы биік жігіт еді себебі. Менің әкем алдамаған достарын көтермеген бай манаптың шашпауын. Жұрт әкемнен тұрушы еді сескеніп, адал тура жүретінін ескеріп. Кездерінде көрмедім мен жеңілген, сондықтан да мен де өстім сеніммен. Бізді әкеміз қаталдықпен сүйетін, сыйласқанға алтын басын иетін. Тарылған жоқ қалпын жасап сараңның, махаббатын бағалады анамның. Мен әкемнің әр сөзімен, ісінен, тәлімімен тәрбиесін түсінгем. Азық болып жақсат қалды артында. Құдай қаласа, мен де әкемдей ер боламын нартылға. Ең алғаш шығарған әнім еді, кем-кетігіне кешіріммен қарап қабыл алыңыздар. Бердің бойға жалын, әркез ойланамын. Асқақ рухы биік, әкем айбар әнім. Алға жетеледің, бізді мәпеледің. Сенің байрағыңды көкке көтеремін, әкем менің. Бердің өнегеңді, жаның көрегенді. Кеттің анашымен, көрмей немереңді. Алға жетеледің, бізді мәпеледің. Сенің байрағыңды көкке көтеремін, әкем менің. Жұртың айтады көп, әкең жақсы еді деп. Әкеу сағындым ғой, көңілім көптен жүдеп. Алға жетеледің, бізді мәпеледің. Сенің байрағыңды көкке көтеремін, әкем менің.
болмас көпіршілік, жалғыз бұл тершілік. Артта ұрпағың бар, әкеу шүкіршілік. Алға жетеледің, бізді мәпеледің. Сенің байраңды көкке көтеремін, әкем менің. Сенің байраңды көкке көтеремін, әкем менің, әкем менің. Осы жерде менің Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық колледжіндегі ұстазым, әкем десем де болады, Ахмет Мұрадин Берланұлы деген азамат келіп отыр, сонау Қызылордадан. Рахмет сізге, үлкен рахмет. Қанша тілектестер келіп отыр жан-жақтан. Баршаңызға алғыс айта отырып, өзімнің де бауырларым келіп отыр. Үйдің үлкені, жөргектегі баласына қарамай, інімнің тойы деп, Назерке деген әпкем келіп отыр. Қыз бала қайда жүрсе де тілектес қой, қамқоршы. Мен қандай тойда жүрсем де, ойда жүрем ағайын ылғи. Қалай қуанып жүрсем де, бәрібір жүрегім түбінде бір уайым жатады, ол бауырларымның амандығы. Алла қалап, Құдай қаласа, бауырымыз бүтін, басымыз аман болсын бәріміздің. Бауырлар туралы поэмам бар еді, бүгін уақыт тығыздау болып тұр, оны Құдай қаласа келесі концерттерде тыңдай жатарсыздар. Ал енді рұқсат болса, құрдастарым, достарым деген әнді орындап берейін. Сонау кеше бүкіл отарбаны пойызды шулатып, менің кешім деп Шелден, Қызылордадан достарым келіп отыр өнердегі. Баршаңызға үлкен алғыс, қабыл алыңыздар. Менің жігерімнің жасымауына, сағымның сынбауына бірден бір себепкер осы достарым. Сондықтан сіздердің құрметтеріңізге арнап айтып берейін, қабыл алыңыздар. Өмірде ақ-қара жарысқан, ынтымақ бірлікпен табысқан, ән жаздым сендерге достарым, жақсыны іздемей алыстан. Құрдастарым, шын достарым, өздеріңнен нұрласпаным, шықсын жақсы атағымыз, азаймасын жай қатарымыз, ей қатарымыз. Есейіп ер жеттік бұл күнде, бірге ғой қайғымда күлкімде. Достарың болмаса жанашыр, өмірде мән болу мүмкін бе? Құрдастарым, шын достарым, өздеріңмен нұрласпаным, шықсын жақсы атағымыз, азаймасын ей қатарымыз, ей қатарымыз. Достықтың өнеге өріміз, қазақпыз бір туған тегіміз. Бізді іздеп келсегер қонақтар, дайын тұр тамаша төріміз. Құрдастарым, шын достарым, өздеріңмен нұрласпаным, шықсын жақсы атағымыз, азаймасын ей қатарымыз. Аталымыз, баталымыз, азаймасын ей қатарымыз, ей қатарымыз. Анар деген менің жеңгем, астаналық ағаларым келіп осы жерде.
Мақпал Жүнісов әпкеміздің туған сіңлісі. Үлкен рахмет. Келесі тыңдайтын әндеріңіз кейпінде Тақсыз патшаның деп аталады. Ән Нүктай бауырым жазды. Сөзі алдарыңызда тұрған қара балдарыңыздікі. Қабыл алыңыздар. Қиылғанына жанардың, аймалауына самалдың, құмартуы да арбалып, әдет емес пе адамның, кейпінде Тақсыз патшаның, жанымды өртеп от жалын. Үміттенгенде өзімін, күдіктенгенде өзімін, сенің түк күнәң жоқ жаным. Үміттің гүлін әреттім, өзіммен өзім әлекпін, бұрқасындарға бой бермей, инедей нұрдан дәметтім, кейпінде Тақсыз патшаның, жанымды өртеп от жалын. Үміттенгенде өзімін, күдіктенгенде өзімін, сенің түк күнәң жоқ жаным. Қарағым шіркін, қарағым, билігі бітті сананың, қаладым сені ал енді, қалауың білсін қалауың, кейпінде Тақсыз патшаның, жанымды өртеп от жалын. Үміттенгенде өзімін, күдіктенгенде өзімін, сенің түк күнәң жоқ жаным, сенің түк күнәң жоқ жаным. Енді рұқсат болса, келіншегіме арнаған өлеңді айтып берсем ба деп тұрмын. Өткенде 5-ші кішкентайымызды босанғаннан кейін айтады маған. Бір жылы сөз айтып, бір жақсы көретінін білдірсейші дейді. Айтып жатырмын ғой, чоты саған бауыр басып бартқан сияқтымын деп. Енді әзілеп атқаным ағайын, менің ештеңем жоқ кезде, ешкім емес кезде маған тұрмысқа шығып, ең бастысы ата-анамның әруағын күңірентпей, бауырларым қас-қабағына қарап, Құдайдың берген ұл қыздарын туып беріп отырған жұбайыма арнап бір ән айтуға болады шығар, енді айып етпесеңіздер, айтып берейін. Мен өзіңді көргенде, ұнатып ем бірдемде, шуақтысың күлгенде, әдемісің гүлденде. Тұп-тұнықсың көлденде, ерекшесің елденде, соғып тұрсың сен менің жүрегім боп кеудемде. Тәңір қосқан ардағым, атсын бірге таңдарым, аман болсын балдарым, жаным, жан жарым. Тәңір қосқан ардағым, атсын бірге таңдарым, аман болсын балдарым, жаным, жан жарым. Тұман басса санамды, табасың сен амалды, тірлігімнің нәрсің, шарықтатар шамамды.
көріп жақсы заманды, басып бірге қадамды, тамашалап өтейік мынау байтақ ғаламды. Тәңір қосқан ардағым, атсын бірге таңдарым, аман болсын балдарым, жаным, жан жарым. Тәңір қосқан ардағым, атсын бірге таңдарым, аман болсын балдарым, жаным, жан жарым. Аман болсын балдарым, жаным, жан жарым. Осы өлеңді айтпағанда гүлді беретін бет, бермейтін бет. Осы кісі ағайын менің ата-анамның көре алмай кеткен ақ келіні. Рахмет аға. Жанболат аға сүріп берген маңдайымды біразға дейін жұма жүретін болдық қой. Енді құрметті ағайындар, жаңа Роза әпкем концерттің басында өте керемет жүйелі сөздермен, киелі сөздермен мен туралы айтып өтті. Мен енді оның барлығын қайталамаймын. Дегенмен осы көпшіліктің алдында Роза әпкеме үлкен алғыс айтқым келеді. Айтар алғысым шексіз, оның бәріне тіл жетпейін деп тұр. Көкейде тұрған көрік той. Өздері айтатын кезіңде бір сұрықсыз болып кететін кездер болады, үлкендер айтып кеткендей. Дегенмен шын жүрегіме үлкен алғыс айтамын баршаңызға. Соның ішінде бұлақ көрсең көзін аш деп, мен ауданда шағын мәдениет үйінде жұмыс істеп жүрген кезде келіп, кешіме қатысып, тегін келіп, жол пұлын барлығын өзі көтеріп, мәселенді ол ақшасында, самолетінде емес, ең бастысы менің жүрегіме үміттің шырағын жақып кеткен осы Роза әпкем болатын. Сен кішкентай ғана қарықта жүзіп жүрген баласың, сен өнер айдынына кел деп, мен жігерлендіріп, ер азамат емессің бе, неден қорқасың, дегің сол болса, шығасың, қолдайтын ағаларың бар, әпкелерің бар. Мен өзім саған әпкең болам деп уәде беріп, уәде деген Алланың бір есімін білесіздер. Мен жүрген жерде айтып жүрем, Роза әпкемнің екі жүрегі бар деп. Бір жүрегі өздеріңізге белгілі, қазақтың нағыз назды да сазды қызының жүрегі, инабатты, мейірімді. Екінші жүрегі бір ер азаматтың жүрегі бар шығар деп ойлаймын. Айтқан сөзінде тұратын, нар көтеретін, жүктерді көтере алатын, сондай қасиет үшін мен ол кісіге үлкен ырзашылығымды айтамын. Әбжаппар Әлқожа бауырымыз білесіздер, Роза әпкенің туған інісі. Әбжаппардың да жұлдызын жаққан әуелі Алла және Роза әпкеміз. Енді туған інісіне қамқорлық таныту, ол әпкелік парызы. Ал маған қолдау жасауы адамгершіліктің нағыз деп ойлаймын ағайын. Алдарыңызға Роза әпкем шақырайын. Ең бірінші мені республика сарайына алып шығып еді. Ауылда жүрген кезім агородта, уайым жоқ, қайғы жоқ дегендей. Өзі үйретіп, білгенін үйретіп, бойыма ең бірінші сахнаның киесін сыйлауды қондырып дегендей. Ең бірінші шыққан біздің әніміз қасиетті керемет қазақтың ақиық ақыны Төлеген Айберген көкеміздің сөзіне жазылған, Айбек Тәңірберген деген тамаша сазгер ағамыздың әніне жазылған Аяулы менің отаным деген ән болатын. Бұл ән мен үшін, мені қолдайтын ел үшін өте ыстық деп ойлаймын. Сол әнмен рұқсат болса Роза әпкемді ортаға шақырғым келіп отыр. Көп рахмет. Ортамызда осы әннің авторы Төлеген Айбергенов атамыздың қызы Салтанат Төлеген қызы бүгін қолдап келіп отыр. Әпке, көп рахмет. Әл-Фарабидің өнерін қолдап келіп жатқаныңызға. Ендеше қабыл алыңыздар. Төлеген Айбергенов, Айбек Тәңірбергенов.
аяулы менің отаным. Жанардың отты жарқылындасың, көгімде мәңгі маздар күн. Шағалалардың шаңқылындасың, таңқылындасың қаздардың. Саусағындасың күйшіп өткеннің, аңсауындасың құрбымның. Шалғайындасың бейші көктемнің, таңдайындасың бұлбұлдың. Саусағындасың күйшіп өткеннің, аңсауындасың құрбымның. Шалғайындасың бейші көктемнің, таңдайындасың бұлбұлдың. Құршыған бас құлақтардасың, құрақтардасың ән шерткен. Дауыстап жатқан бұлақтардасың, алқынып келем аңсап мен. Саусағындасың күйшіп өткеннің, аңсауындасың құрбымның. Шалғайындасың бейші көктемнің, таңдайындасың бұлбұлдың. Саусағындасың күйшіп өткеннің, аңсауындасың құрбымның. Шалғайындасың бейші көктемнің, таңдайындасың бұлбұлдың. Қызғалдақ қамал қырларымдасың, сырларымдасың атаның. Әнімнің барлық ырғағындасың, аяулы менің отаным. Саусағындасың күйшіп өткеннің, аңсауындасың құрбымның. Шалғайындасың бейші көктемнің, таңдайындасың бұлбұлдың. Саусағындасың күйшіп өткеннің, аңсауындасың құрбымның. Шалғайындасың бейші көктемнің, таңдайындасың бұлбұлдың. Шалғайындасың бейші көктемнің, таңдайындасың бұлбұлдың. Көп рахмет, Әл-Фараби. Ортадан кетпе. Мынау менің Әл-Фараби інім. Иә, мен осы жаққа балдарымның қасына келген едім шөбіре бағуға. Мына Роза қызым, иә, Роза қызым менің. Иә, мына менің бауырым, сүйегімнің бәрі еріп, иә, келінім бен інімді еске түсіріп атқаны, айналайын өркенің өссін. Я, қадамың алға баса берсін жаным. Өздеріңнен көбейіп, мынау білесің сен ана, я, менің ана әжең 105-ке келіп кеткен, сол әжеңнің жасын берсін, дәметкен әжеңнің. Я, рахмет. 82-де өзімнің жасым. Я, екеуің Алла тағала өмірлерің ұзақ болсын, бақытты болыңдар, баянды болыңдар. Бағана келінді көріп, анарада амандасып не қылдым.
Иә, мен ертерек келетін едім, сол жаңа балдар жұмыста болып, қазір алып кетті мені. Рахмет, апа. Иә, әр уақытта аспаның ашық болсын, жаным. Роза, Әумин. жаным, мені білесің ғой. Неде жоқ, ана Қызылордада шелде той болғанда, столдан гүл берген 2 марта саған, жаным. Ой, жан. Өмірің olsun жаным. Әумин, апа, айтқаныңыз келсін. Аналық ақ жүрек. Бақыт. Шыдай алмай жатыр ғой. Осы бата үшін, осындай тілек үшін жасап жатырмыз бүгінгі кешті. Мына жасым 82-де. Саған мен мына мойнынан алып, мына неден келген, Мекеден келген. Ойша. Иә, ойша. Міне, саған. Иә. Көркені өстің құлының ботан. Иә, менің жасым білесің. Әумин. Адекеңдер аяқтан ақтаудан қайтып. Рахмет, рахмет. Рахмет. Құдай қуат берсін. Бірде студенттер сарайында кешім болып жатыр мен. Біздер енді қазақы болған соң, біздің де жан-жағымызда осындай қазақы, таза өзіміздің апаларымыз жүреді ғой енді. Соны Алтынбек Рахмет ұрсып жатырды. Мынау Жетісайдың тойы болып кетті ме, немене болып кетті деп. Сол сияқты осылай той болғанда жақсы. Енді мен қазір ортаға жаңа Төлеген Айбергенов деп жатырмыз. Айбергенов атындағы сағыныштар қылып жүрген қазақтың жазба поэзиясында, айтыс өнерінде өзіндік ізін қалдырған Бекжан Әшірбаев деген біздің ұстазымыз көршінің қызы керемет еді деп жырлаған. Одан берде талай әндердің авторы осы Бекжан ағамыздың бағын берсін, бабын берсін, салмағын берсін, абыройын берсін деп ортаға Бекжан ағаны шақырсақ. Сосын жаңа бізге тілеулес болып келіп жатқан әншілер көп емес, білесіздер. Бірақ сол әншілердің ішінде де жүрегі бар әншілер. Осы ауылдан келген бала ғой деп емес, ақын ғой, дана ғой деп келіп отырған Жанболат пен Жазираны ортаға шақырсақ. Біз жаңа айтқан жарқ етейінші найзағай болып деген альбомның тұсауын кескізіп алсақ дейміз осындай кісілерге. Бекжан ағамыздың ағалық лебізін естісе. Осы Жанболат пен Жазираның бағын берсе, Әл-Фараби 2 қанаты тең болып қалықтайды деп ойлаймын. Сөз бен саздың қадірін білетін осындай аяулы азаматтар тұсауын кессе деп жатырмыз аға. Ал құрметті жыр сүйер қауым, ән сүйер қауым, бүгінгі мынау Әл-Фараби бауырымыздың әдемі рухани кеші құтты болсын. Жарқ етейінші найзағай болып деп тұр ғой кештің аты. Осы Роза қарындасымда бір кездері газетке берген сұхбатында ант етемін, бір күні жарқ етемін деуші еді. Сол жарқ еткен Роза бүгін өзінің рухани інісі Әл-Фараби бауырымызды үлкен киелі сахнаға шығарып отыр. Бұл енді үлкен мейірімділіктің, адамгершіліктің мысалы. Мына 90-шы жылдардың соңы, 2000-шы жылдың басында әнші болып танылу меніңше аса бір қиын жағдай емес еді. Ол кезде Қазақта бір 5-6 әнші бар, Астанада 2 көше бар дегендей. Қазір өзі әнші де көп болып кетті, жаңағы Астанамызда өсіп кетті. Осындай кезде інісіне қолдап жатқанына рахмет. Қазір өзі ақын мен әнші деген Роза қарындасының да үлкен жобасы бар. Жер-жерде, аймақ-аймақтарда ақындардың, әншілердің басын қосып, қазір өзі мынау сөздің, өнердің қадірі түсіп бар жатқан заманда пақ-пақ, на-на деп ән айта беретін болдық қой. Бүгін мынау Әл-Фараби бауырымыздың сөзін көріп отырып, мынау қазақ сөз қадірі, өз қадірім дейтін халық қой. Мынау осы шығармашылық үштік одақтың қандай болатын, таза рухани, таза ұлттық өлең қандай болатын түсіне бастадық. Қазір сахнаның киелі екенін ұғындырып жатыр. Сол үшін Әл-Фараби бауырыма, Роза қарындасыма үлкен алғыс айтамын. Бүгінгі Әл-Фараби бауырымыздың үлкен өнерге қаққан қанаты талмасын, үлкен биіктерді бағындыра берсін. Әумин. Сол көсеміз, ал енді біз енді Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал жүректен жүрекке әнің шарқай берсін.
халықтың көңілінен шыға берсін дейміз. Найзағай сияқты жарқ-жарқ етіп жүре бер айналайын. Ал құтты болсын. Сау кесілді. Халыққа бар ғой, жетеді ғой, Мына сүйінші данасы өзімізде бірінші рет көріп отырмыз. Көп-көп рахмет, мың жасаңыздар. Біз екеуміз бір үйде тұратын болғандықтан бізге бір диск жетеді. Сізге беру керек па? Мен Әл-Фарабидің өз қолынан. Иә. Құтты болсын. Мен жаңағы Әлқожаның әндерінде бас жүлде алған қызға шынында да ерекше көңілім толды. Мен сол қызға өз қолыммен табыстайын. Қайда? Шығып кетті, сахнаның артында беремін, жарайды. Рахмет. Міне, келе жатыр. Көп рахмет. Өнердегі бағы жұғысты болсын ағаларының. Айжан ба? Жақсы қазы.